Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте жұп-жұмсақ болып шығатын үй жағдайында батон-нанды әзірлейтін боламыз. Өте жұп-жұмсақ болып шығады. Бір жасағаннан кейін дүкеннен мүлдем сатып алмайтын боласыздар. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, және видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қойуды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды, жаңадан шыққан видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Міндетті түрде сүтіміз де, суымыз да жылы болуы қажет. Сүтімізді құямыз, үстіне ашытқыны саламыз, содан соң қантты саламыз. Және тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді үстіне бір ас қасықпен майонез болмаса бір ас қасық қаймақ қосып жібереміз де, барлығын тағы да жақсылап араластырып жіберетін боламыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды алдын ала електен өткізе отырып, шетінен қоса отырып, осылай алғашында қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Кейіннен қолымызбен араластырып қамырымызды илейтін боламыз. Ұнымызды шетінен қосыңыздар, барлығын бірден қоса салмай, дәл осылай жасаңыздар. Неғұрлым қамырымыз жұмсақ болса, біздің соғұрлым нанымыз да жұмсақ болады. Сондықтан мейлінше жұмсақ болсын. Содан соң ең соңында осылай үстіне сұйық майды құйып жіберіп, қолымызбен тағы да жақсылап сұйық майымызды біркелкі болып араласқанша, қамырымызды біріккенше жақсылап қамырымызды илеп алатын боламыз. Құрамындағы заттарын описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Мінекей бізде жұп-жұмсақ қамырымыз пайда болды. Енді осы қамырдың бетін жауып, 1 сағат көлемінде жылы жерге қалдыратын боламыз. 1 сағаттың аралығында біздің қамырымыз толықтай көтеріледі. Қараңыздар, видеодан өте биік және жұп-жұмсақ болып шығады. Енді осы қамырларымызды қолдың көмегімен домалақ қылып, формаларға, яғни зуала қылып жасап аламыз. Менде осындай шамамен 4 зуала қылып жасап алдым. Орташа қылып, кішірек қылып. Енді осы қамырларымызды шетінен жаятын боламыз. Осылай тақтайдың үстіне қойып, қолдың көмегімен жайсақ та болады. Немесе оқтаудың көмегімен жайыңыздар. Ешқандай ұн себуді қажет етпейді, және кішкене қолдарыңызға жабысып жатса, май сеуіп, маймен майлап жіберсеңіздер болады. Мінекей барлығын қамырымызды осылай жұқа қылып, жіңішке қылып жайып аламыз да, дәл видеодағыдай қолымызбен ораймыз және екі шетін осылай форма қылып, кішкене түйіп шығатын боламыз. Мінекей осылай дайындап аламыз. Тағы да қайталап көрсетейін. Қамырымызды жаямыз, жұқа қылып, енді видеодағыдай орап аламыз да, екі шетін кішкене қысып, форма қылып, жабыстырып жіберетін боламыз. Астында міндетті түрде жабыстырыңыздар, әйтпесе ажырап кетуі мүмкін. Енді бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттың ішінде біздің қамырымыз көтеріліп шығады. Сол кезде осылай пышақтың көмегімен сызықтарға сызып шығатын боламыз. Енді осы уақытта бетіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығамыз. Сол кезде біздің нанымыз қып-қызыл, сап-сары, әдемі болып шығады. Қалауларыңыз бойынша бетіне кунжут немесе мак сеуіп жіберсеңіздер де болады. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста немесе 200 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, осымен біздің батон нандарымыз дайын, өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дүкеннен ешқандай кем түспейді. Бір жасағаннан кейін дүкеннен сатып алмайтын боласыздар. Арасы да жұп-жұмсақ, қатып қалмайды, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және достар, қазақша контентті қолдап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. WhatsApp желісінде, Instagram желісінде өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар да болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Аманкелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Видео ұнаса, міндетті түрде өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.